Сәлем достар, сіздермен карамельді грек жаңғағы қосылған ерекше дәмді пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ол үшін бөлме температурасындағы жұмсақ сары майға қант ұнтағын қосып араластырамыз. Араластыра отырып, үстіне жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды салып миксерлейміз. Араластыра отырып, осылай миксерімізді тоқтатып, ыдысымыздың жан-жағында жабысып қалған тестімізді ортасына қарата ысырып, тағы да бір жақсылап тұрып араластырамыз. Кейін миксерімізді тоқтатып, үстіне разрыхитель және де ұнымызды салып, қолмен өте жұмсақ эластичный тесто дайындаймыз. 26 диаметрлі табамызға астына пергамент бумагасын төсеп, жан-жағына осылай сармайды жағып шығамыз. Тестіміздің азғантай бір бөлігін алып қалып, қалған тестімізді осылай бортигін шығарып, жан-жағынан видеодағыдай қылып жайып шығамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасын карамельді дайындау үшін алдымен қантты осындай антипригарный түбі жабыспайтын табада ертіп аламыз. Әбден қантымыз еріп болғаннан кейін үстіне міндетті түрде ыстық болу керек сливкеміз. Ыстық сливкиді құйып, осылай біркелкі ертіп араластырып, кейін үстіне сармайымызды салып, тағы да араластырамыз. Әбден сармайымыз еріп араласқаннан кейін үстіне ұсақталған грек жаңғағын саламыз. Грек жаңғағын салып араластырғаннан кейін тестамызға салып, осылай жайып шығамыз. Грек жаңғағын блендермен, оқтаумен, кез келген өзіңізге ыңғайлы нәрсемен ұсатуыңызға болады. Кейін алып қойған жаңағы кішкентай тестамызбен бетін қалағанымызша әрлейтін боламыз. 180 градуста 25-30 минут пісіріп шығамыз. Бетіне осылай қант ұнтағын сеуіп әсемдесек болады.